Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын орама самса дайындаймыз. Ол үшін бізге сүт, су, ұн, тұз, қант, ашытқы және жұмыртқа қажет. Алдымен жылы сүт, жылы су, ашытқымызды салып, қантымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут уақыт өтті, дрожжымыз жақсы көтерілді. Тұз, жұмыртқа салып жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп саламыз. Қамыр қылып илейміз. Бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр пайда болды. Бетіні жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Начинкасын дайындаймыз, салмасын. Менде майдаланған қой еті, оның үстіне 2 пиязды осылай майдалап салдым. Және үккіштен өткізілген картоп. Тұз, қара бұрыш және паприка. Дәміне қарай. 2 ас қасық сұйық май салып, жақсылап бәрін араластырамыз. Салмасы дайын. Біздің қамырымыз жақсы көтерілді. Осылай бөліктерге бөлеміз. Видеодағыдай домалақтаймыз. Шетінен жая бастаймыз. Жайып дайын болған қамырымыздың үстіне осылай ертілген сары майды жағып шығамыз. Салмасын салып, видеодағыдай ораймыз. Дайын. Бұл менде ең соңғысы. Сары майымызды осылай жағып аламыз, бір тегіс етіп. Салмасын салып, видеодағыдай ораймыз. Бір жұмыртқаны алып, осылай бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Мінекей бізде дайын болды. Қазір кесіп көрсетемін. Қараңыздар, қандай керемет, жеп-жеңіл, өте дәмді болып шығады. Сіздер де үй жағдайында дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.